Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздерге пайдалы болатын және компьютермен қолданысыңызды әлдеқайда жеңілдететін бір қызықты әдіс тәсілмен ақпаратпен бөлісетін боламын. Осындай авторизациялық беттерде жиі кездесемін. Сол кезге сіздер өзіңіздің логиндеріңіз бен кілт сөздеріңізді, яғни парольді енгізу керексіздер. Көбінесе ол екі бөлек әрекет, яғни бір жерде бізде логин сақталған, соны көшіреміз, Ctrl-C батырмасын басамыз, және де апарып Ctrl-V батырмасымен логинімізді түсіреміз, дәл солай паролімізді түсіреміз, бір беттен екінші бетке көшіп жүреміз. Осы әрекетті жеңілдетудің жолы бар екен. Қарасақ, логинді Ctrl-C батырмасымен көшірейік, кілт сөзімізді де бірден Ctrl-C батырмасымен көшірейік. Авторизациялық бетке барайық та Windows V батырмасын бассақ, бізде осындай буфер шығады. Бізге логин керек. Ал мына жерге Windows V-ді басамызда, бұл жерге кілт сөз керек. Бітті, бәрі орнына түседі. Осы нәрсені тағы қай жерде қолдануға болады. Бізге мысалы осындай бірнеше абзацтарда мына абзац пен мына абзац керек деп есептейік. Көбінесе қалай болады? Барлығын көшіреміз, ортасын өшіріп тастаймыз. Немесе мынаны бір көшіреміз да, сосын оны барып қойып алып, кейін мынаны бөлек көшіреміз деген сияқты. Қазір қалай істеуге болады? Көшіреміз, Ctrl-C батырмасын басамыз, көшіреміз, Ctrl-C батырмасын басамыз. Кейін Windows V батырмасын бассаңыз, осы екі абзац бөлек-бөлек тұр. Тіпті алдындағы кілт сөзбен логин пароліміз де тұр. Ұнаса, лайк басып, достарыңызға таратыңыздар.